Телшік ерте заманнан бізге жеткен қазақтың ежелгі ұлттық тағамының бірі, көбінесе арқа жақтың тұрғындары сақтап қалған кәделі ерекше тағам. Семіз жылқы сойылғанда, соғым шүйгін болғанда, қабырғаның сүбелі жағын, яғни қазының шеткі соңғы майлы қабырғасын, не ішекке сыймай қалған қиындысын жұмсақ етке араластыра турап, кіші қарынға салады. Сондай-ақ телшіктің етті турамайтын, қазының соңғы етегін тұтастай кесіп жасайтын нұсқасы да бар. Негізінен көшпелі ел етті турап жатпай, телшіктің осы түрін көп қолданған. Қарынға саларда тұзы мен қара бұрышын дәмдеп, усарымсағында бірге қосады, сосын кіші қарынның аузын бүрмелеп тігіп, немесе жіппен буып, соғым етімен бірге суық жерге қойып сақтайды. Телшік ең құрметті сыйлы қонақтарға, не құдаларға асылып, сый табақпен тартылады. Ол минимум 2,5 сағат бүлкілдеп қайнауы керек. Жеке табақпен тартылған телшіктер үлкендер ауыз тиген соң табақты жағалатып, үйде отырғандарға түгел үлестіреді, немесе дастарханда отырған үлкен адам кесіп турап, маңайындағыларға бір-бір үлкен тілімнен таратады. Арқа қазағы үшін бұл сыйдың үлкені. Ерекше піседі екен,